сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі біздің мұғалімдерге арналған семинар тренингіміз 5-ші сынып оқушыларының орта буынға бейімделу, бастауыш сынып пен орта буын арасындағы сабақтастық тақырыбына арналады. Негізгі мақсатымыз бейімделу уақытында 4-ші сыныптан келген оқушыларымызды ертең қабылдап алған сол 5-ші сыныптың бейімделу уақыты бір айдан 3 ай аралығында бар, соны сәтті өткізу. Енді жұмысымызды ары қарай жалғастыру үшін жұмысымызды ары қарай бастау үшін ортаға 6 мұғалім келе қойса болады, әріптестер. Келіңіздер. Кім Гүлжан намаза келіп отыра берді. Енді сіздерге сұрақ, әріптестер. Сіздер бана қалыпты жағдайда отырдыңдар, столда отырдыңыздар, немесе оқушы партада отырды. Енді қазір біздер шеңбер құрып отырмыз. Осы шеңбер құрып отырғанда сіздерге шеңбер құрып отырудың жақсы және ыңғайсыз жақтары болады, солай ма? Әр нәрсенің екі жағы бар. Шеңбер құрып отырған несімен жақсы? Қандай жақсы? Бір-бірімізге көріп отырамыз, қарамаймыз. Шаттық шеңберінде тұрғанда бір-бірімізге жақын отырамыз. Жақын отырамыз, өте жақсы. Бір-біріміздің бетімізге жақын қарап отырамыз. Сосын тағы үшінші, тағы қалай ыңғайсыз отырған, дөңгелек отырған. Несімен ыңғайсыз? Отырғанда оңына сүйеніш Солай да мен, партада сүйеніш... Енді орындарыңызға барып отырайық ұрыстар. Құрметті әріптестер, көрдіңіздер ғой, сәл ғана өзгеріс болған кезде адамдар қысылып қалып жатыр, жауап бере алмай қалып жатыр, ойланып қалып жатыр. Енді бала 4-ші сыныпты бітіріп 5-ші сыныпқа аяқ басып, және жаңа оқу бағдарламасына еніп жатқан кезде, оның да өмірінде өзгеріс болады. Дәл осындай. Сол кезде сәтсіздік болады. Сол сәтсіздікті жеңіл өтіп кету үшін біз сіздерге бір ақыл кеңес ұсынамыз. Енді сұрақ сіздерге. Жаңартылған бағдарлама бойынша қандай өзгеріс болып отырсыз бізде? Қазіргі таңда бізде біріншіден оқулықтар өзгерді. Және де білім мазмұнына жаңартылған мазмұндамалар кірді. Және де 5 күндікке ауысты. Сол 5 күндікті біздің оқушыларымыз жақсы ұғыну керек. Слайдқа назар аударайық. Сіздер қабылдап алайын деп отырған 5-ші А сыныбының педагогикалық психологиялық картасы. 22 оқушы мектеп аяқтайды отыр, 5-ші сыныпқа сіздерге келейін отыр. Енді сол оқушылармен жүргізген зерттеу жұмысына қорытындысын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бірінші таблицада тұрған ол социометриялық статус. Яғни Марина әдістемесі бойынша балалардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау деңгейі анықталып отыр. Кім неғұрлым оқушылар барлығы бір баламен қарым-қатынас жасағысы келсе, ол бала жұлдыз. 50% бала бір баламен қарым-қатынас жасағысы келетін болса, онда ол қалаулы. Егер де ол баламен ешкім қарым-қатынас жасағысы келмейтін болса, онда ол қалаусыз болады. Бірақ мына жерде көріп отырғандай, сіздерде қалаусыз бала жоқ, бізде жұлдыздар мен қалаулы балалар. Келесі мектептегі алаңдаушылық, үрей. Яғни кез келген адам бір жаңа басталған кезде қобалжиды, үрейленеді. Сол сияқты оқушыларда да мектепке келгенде артық үрей болады. Соны біздер Филлипс әдістемесі бойынша зерттедік. 4-ші А сыныбын көріп отырғандай 50%-ға жетпейтін болса, яғни ол кластың алаңдаушылық деңгейі қалыпты жағдайда. Егер де 50%-дан асып кететін болса, мына көрсеткіштер, онда ол кластан алаңдаушылық үрей өте жоғары, оған қосымша жұмыс жасауға тура келіп, мында көріп отырғандай 50-ден төмен байқап отырсаңыздар. Келесі бағалауда өзін-өзі бағалау деңгейі, бұл Мюллердің әдістемесі бойынша зерттелген. Бұл оқушылар бұнда өте жоғары, орташа, төмен деген критерийлер алынған, бірақ бізде өте жоғары деген оқушы жоқ. Бізде керісінше жоғары, орташа және төмен оқушылар бар. Негізгі назарды осы төмен, өзін-өзі бағалауда төменгі дәрежелерін көрсетіп отқан оқушыларға ертеңгі күні 5-ші сыныпта назар аударуыңыз керек. Келесі бағалада темперамент типі IQ-тесі бойынша алынған. Мұнда енді көріп отырғандай флегматик, холерик, сангвиник, меланхолик балдардың анықтамалары көрсетілген. Мына жерде келесі слайд. Міне өздеріңіз көріп отырғандай сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Сангвиник балалар оқушылар 6 сыныпта, холерик балалардың саны 6, флегматик балалардың саны 5, меланхолик балалардың саны 5. Сангвиник балалар өте белсенді.
Бұлар көбінесе оқу озаттары, оқу еркіндері болып келеді. Бірақ бұлар кейде бастаған істерін аяғына дейін жеткізбей кетуі мүмкін. Сондықтан да келесі 5-ші сыныпта сіздерге міндет осы балаға назар аударып, басталған ісін аяғына дейін жеткізуге көмектесетін болсаңыздар, онда бұл оқушылар бейімделу кезеңінен өте сәтті өтіп кетеді. Келесі қажет балалар күйіп піскен, шапшаң, тез қимылдайды, бастаған істі тез бастап кетеді да, бұл да аяғына дейін жеткізбей тастап кетуі мүмкін. Бірақ бұл балалармен жақсы жұмыс жасасаңыздар, бұл шапшаңдығын дұрыс пайдалансаңыздар, бұл балалар бұларда бейімделу кезеңінен өте сәтті өтеді ертеңгі. Келесі флегматик балалар, бұл өте байсалды балалар, сабырлы балалар, бастаған ісін аяғына дейін жеткізетін балалар, өте асықпай жұмыс жасайтын балалар, бұлар уақытқа қарамайды. Сондықтан да сіздер өту кезеңінде, бейімделу кезеңінде осы балаларға назар аударып, осы балалардың осы байсалдылығын, сабырлығын жақсы пайдаланып кетсеңіздер, олар да бейімделуден өте жақсы кезеңде өтеді. Жай өтеді, бірақ жақсы өтеді болады. Келесі сіздер назар аударыңыз меланхолик балалар. Бұл балалар өте мен деп айта алмайтын балалар, өзін көрсетпейді, өкпелегіш, тұйықтау келеді. Сондықтан да бұл балалармен жұмыс жасауға тура келеді. Бұл темперамент тегін сіздер өзгерте алмайсыздар. Бұл баланың туа біте бойда қалыптасқан, бірақ біздер солардың кемшіліктерін жақсылыққа айналдырып жіберуіміз керек. Оларда өте жай өтеді, бейімделу кезеңі, бірақ оларда өтеді. Егер де дұрыс сіздер менен ақпарат алып кетсеңіздер. Келесі. Бағанағы біздің социометрия бойынша жұлдыздарымыз 27%, қалаулыларымыз 73% болды. 16 бала қалаулы, қалған 6 бала жұлдыз. Сіздердің міндеттеріңіз енді келесі 5-ші сыныпта өз сабақтарыңыздың барысында, сабақ өткізу барысында, жалпы рухани адамгершілік негізінде өтетін сабақтардың жүйесінде осы балаларды қалаулылардан жұлдыздарға қарай жеткізулеріңіз керек. Яғни неғұрлым лидер көп болатын болса, сіздің сабағыңыздың да сапасы жоғары болады деген ұсыныс сіздерге. Келесі, бұл енді өз бағалау деңгейі бойынша бізде бағана айттым, өте жоғары өзін бағалаған бала жоқ. Ол өте өзін жоғары бағалайды, ол эгоизм дейді ғой. Өзінің күшті жоғарысын айтып, басқалардан ондай бала кездескен жоқ. Бізде өздерін жоғары бағалайтын балалар бар екен, өзін бағалаудан. Орташа бағалайтын балалар бар, төмен бағалайтын. 46%, 37%, 27%. Сіздердің келесі оқу жылында жаңа бағдарламада, жаңартылған оқу бағдарламасындағы сабақ беру барысында назар аударатындарыңыз, мынау өзінің төменгі дәрежеде санап отқан оқушыларды сабақ барысында өздеріңіздің тәжірибеңізді, біліміңізді пайдалана отырып, орташа жоғары деңгейге жеткізу. Енді осының бәрі қорыта келгенде жаңа оқу бағдарламасы сіздерге не береді? Бана айтып кетті ғой, өзгерістер болды дейді. Енді сіздерге не береді? Мұғалімдерге не береді? Жаңартылған оқу бағдарламасы. Біріншіден, бала нақты проблеманы зерттеп оқиды. Бұл бағдарлама бойынша. Екіншіден, бұл бағдарламада критериялық бағалау енгізілген. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау деген. Оны сіздер курстардан үйренген шығарсыздар. Келесі, бұл бағдарлама бойынша сіздердің балаларыңыз тәжірибелік жұмыспен көп айналысады. Бұл бағдарламада мұғалімнің іс-әрекетіне еркіндік берілген. Ал енді осының барлығы жиналып келгенде рухани адамгершілік негізде берілу керек оқушыларға. Сонда сіздер өмірде білім ала отырып, жақсылық жасайтын, жақсылыққа жаны құмар, лидер, жұлдыз, өзін жақсы көрсете алатын балаларды тәрбиелеп шығаруымыз керек. Яғни Қазақстан Республикасының білімді адамгершілік тұрғысынан жоғары азаматтар мен азаматшаларын тәрбиелеуге атсалысуларыңыз қажет. Енді осы ретте сіздерге мынандай кеңес берді. 5-ші асындағы жалпы психологиялық ахуал қалыпты жағдайда сынып оқушыларының 22%-ын құрайтын меланхолик 5 оқушыға баса назар аударасыздар. Бірінші кезекте. Сыныптағы лидер оқушылармен өз-өзін жоғары бағалайтын оқушыларды өте көп мақтау, мінез-құлқына әсер етіп, басқалардың сыныбына кетуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан да бұны ескересіздер. Болашақта сабақ барысында. Үшінші, жаңа сынып жетекшісі сынып оқушыларымен достық, татулық тақырыптарына тәрбие сағаттар мен ойындарды өткізіп отыру керек. Құрметті әріптестер, енді бүгінгі 5-ші А сыныбының жалпы психологиялық жағдайының ахуалымен педагогикалық психология картасымен таныстыңыздар. Енді болашақта 5-ші сыныпқа келгенде жақсы сапалы білімге қол жеткізесіздер деп ойлаймын. Маған айтатын пікірлеріңіз бар ма?
Менің бір ауыз сөзім бар. Бүгінгі семинар тренингте біз өзіміздің бастауыш сыныптан шығып, 5-ші сыныпқа аяқ басқалы отырған оқушылармен қалай жұмыс жасауымыз керектігін және жаңа мазмұнды білімді біз балаларға қалай бойына сіңіруіміз керек екенін, білім мен тәрбиені қатар ұстау қажеттігін үйрендік. Сіздің айтып кеткен кеңестеріңізді біз осы оқу жылында сабақ барысында тиімді пайдаланамыз деп үміттенемін. Рахмет, сау болыңыздар.